қызылорда облысы шиелі ауданында қазіргі таңда мынау жаңағы жабайы иттер сосын мынау түнге қарай босатып жіберетін мына тұрғындардың иттерінен мынау ауданда жүре алмай қалдық. Газетте де тарата алмай қалдық мына иттерден. Сосын түнгі уақытта мына иттер үрген кезде көшелерде мынау жаңа ұйыққан иттер үріп, олай жүгіріп, былай жүгіргенде көшеде орысша тыныштық жоқ. Мынау топ иттерді неге құртпайсыңдар? Мынау ветеринарный сотына жаңа басшыларына, сосын мына жаңағы кент әкімінің Амангелді Шералұлы мынау питомник соқпа, мынау қаңғып жүрген иттер болса сояққа қамаңдар. Жаңағы тұрғындарға, жаңағы тұрғындардың бағып отқан иттері болса ескерту беріп, бұлар жұмыс істемейсіздер ма? Ана ит деген өте қауіпті. Бір ит жүгірсе, жаңа үріп, артынан 70-80 ит жүгіреді. Мынау көшелерде.